Сәлем достар, бүгін сіздермен мен Жеңіскүл жеңіл әрі дәмді салат дайындайтын боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау шолына басуды ұмытпаңыздар. Мінекей, енді бізге салатқа керекті құрал жабдықтарымыз кукуруз, жұмыртқа, шұжық және тұздалған қияр және де майонез болса. Ал кеттік, енді бастаймыз. Шұжығымызды осылай етіп турап аламыз, соломкілеп. Және жұмыртқамызды сарысы мен ағын бөлек-бөлек алып, осылай соломка етіп турап аламыз. Жұп-жұқа етіп турасаңыздар, әдемі болып шығады. Және сарыны ағынан ажыратып турасаңыздар, жақсы болып шығады. Осылай етіп сарысын бөлек турап аламыз. Және де тұздалған қиярымызды да солай жұқа етіп соломкілеп турап аламыз. Мінекей, бәрін турап дайындап аламыз да, ендігі бәрін бірге салып, қосып бәрін салып аламыз. Кішкене ғана тұз сепсеңіздер болды, өйткені тұздалған қиярдың тұзы болады, және майонезіміз салып, бәрін біркелкі етіп араластырып аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша майонезді қоссаңыздар болды. Мінекей, тез әрі дәмді дайындалатын салатымыз дайын болды. Менімен болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий алдып, қоңырау шолына басуды ұмытпаңыздар.